Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ерекше әрі дәмді пирогтың рецептімен бөліскелі отырмын. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көрулеріңізді сұраймын. Таза ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды салып аламыз, тұзымызды саламыз, суымызды құямыз, жақсылап ерігенше араластырамыз. Араластырып болған соң алдын ала тартып қойған ұнымызды саламыз. Қамырымызды илейміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, бөлісе кетсеңіз, қамырымыз дәл осындай тығыздықта болады. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз тынығуға. Қамырымыз тынықты. Қамырымыз 10 минут тыныққан кезде осылай жұмсарып, өз-өзін, яғни босайды қамырымыз. 12 бөлікке бөліп аламыз қамырды. Қамырымызды бөліп алған соң, барлық қамырымызды домалақтап қойып қоямыз. Яғни домалақ шарик жасаймыз. Ұнды сүйе отырып, барлық қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Дәл осындай жұқалықта болады. Табамызға отқа қойып, суымызды құйып, үстінен тұзымызды саламыз дәміне қарай, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Қайнаған соң, жаңағы жайып алған қамырымызды саламыз. Қамырымызды 30 секунд қана суымыз қайнаған кезде қайнатып пісіріп аламыз. Яғни 30 секунд қана салып аласыздар, одан артық салмайсыздар. Қамырларыңыз қатты пісіп кетпеуі керек. Пісіріп алған соң салқын суға салып, мұздатып аламыз қамырымызды. Яғни салқын суға салған кезде қамырымыз ширайды. Суын сорғытып аламыз. Барлық қамырымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Яғни 30 секундқа ғана қайнаған суға салып аламыз. Міндетті түрде салқын суға салып аласыздар. Енді сары майын дайындаймыз. Таза ыдысымызға 30 грамм сұйық майды құйып, еріген 70 мг сары майды құйып, араластырып алып, жаңағы табамызға кішкене ғана құйып, жан-жағына жақсылап жағып шығамыз. Менің табамның размері 28 см. Жаңағы пісіріп алған қамырымызды осылай бетіне жайып шығамыз. Жайып алған соң, жаңағы дайындаған сары майымызды осылай бетіне жағып шығамыз. Бір тегіс етіп. Екінші қамырымызды саламыз. Дәл осылай бұның да бетіне сары майымызды жағамыз. Барлық қамырды осылай бірінің үстіне бірін қоя отырып, сары майды жағып отырамыз міндетті түрде ортасына. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп бөлісе кетсеңіз, сонымен қатар видеоны үзбей міндетті түрде соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. 5-ші, 6-ші, 7-ші қамырдың ортасына осылай сырды сеуіп шығамын. Теркадан өткізіп алып, 250 грамм сыр, яғни менде моцарелланы пайдаландым. Сары майды жағамыз, сырды осылай себеміз, тағы да бетіне қамырды жаямыз.
Барлық қамырымызды, 12 қамырымызды осылай бірінің үстіне бірін жайып, сары майымызды жағып болған соң, ең соңғысының бетіне барлық сары майымызды құйып жібереміз. Осылай жағып шығамыз. Бетін жауып 20 минутқа жай отқа қойып қоямыз. Асты қызарып пісуі керек. Осылай бетіндегі майларын алып, тарелкамызға саламыз. Бетін жауып, аударамыз. Абайлап аударасыздар, себебі таба ыстық, өте қатты ыстық оттан шыққасын қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Дәл осындай сарғайып, қызаруы керек. Келесі бетінде осылай кішкене ғана қызартып аламыз. Дайын болды. Тарелкамызге саламыз. Өте дәмді, тойымды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ортасындағы сыры еріп тұрады. Әрі тойымды. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Себебі менің каналымды таппай қалмас үшін. Менің каналымда неше түрлі дәмді тағамдардың, ыстық тағамдардың, салаттардың, пирогтардың, қатпарлы нандардың неше түрлі дәмді рецептер бар. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Бұдан былай да сіздерге неше түрлі дәмді рецептерді бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.